Қайырлы күн, ардақты ағайын. Бізге аманат болған ұлттық құндылықтарды көзіміздің қарашығындай сақтап, оны құрметтеу және болашақ ұрпаққа үлгету біздің басты парызымыз деп білеміз. Біздің халқымызда тазы мен аң аулауды қансонар деп атайды екен. Біз бүгін аңшылық сауықта кездесетін қансонар және бірі білсе, бірі білмейтін сыралғы деп аталатын көнеден жеткен дәстүрімізді дәріптеуді жөн көрдік. Қадірлі әлеумет, атам қазақта аңды ит иесі үшін алады, құс тамақ үшін алады дейді. Өйткені ит жүгіртіп аң аулау серіліктің бір белгісі. Саятшылық қазақтың дәстүрлі аңшылығы дегендей, бір топ жігіттеріміз тазы мен қансонарға сапарға шыққалы тұр. Қашанда қасиетті халқымыз сапарға жорыққа аттанар алдында ел жұрттың жиып, аузы дуалы ақсақалдардан міндетті түрде бата алуды дағдыға айналдырған. Ендеше баталы құлға бақ қонар демекші, атамыздан бата сұраймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жай алақанымды қарағым, мен берем батамды, жар болғай деп шақырдым бүгін қызыр атамды. Бата берсем қарағым, аузыңа алма арамды, ренжітпе қасыңдағы көрші күнім жаранды. Өмір бойы селеп от әкең менен анаңды, олалға қорлық көрсетсең ақыретті жаманды. Қасиетті мына күндерде жарқырай берсін жұлдызың, талаптарың таудай боп, айналайын талаптарың таудай боп, өсіре берсін, өте берсін мына ұлғызың. Bir Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын, үйлерің түрлі апаттан, құса қайғыдан сақтасын. Үміт атқан келешек ұл-қыздарың, ел сенімін ақтасын. Ақылдарың ассын, ықыластарың тассын, келешек балдарың өмірлі болсын. Қыздарың шүмірлі болсын, достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Қатыбылықтан аулақ болың, татыбылыққа жақын болың, дәуірің сәнді, ғұмырың мәңгі, таңдарың азанды, үйлерің қазанды болсын. Құдайым шаңырақтарыңа шат қойсын, дастарханыңа дос жиылсын, дастархандарың тоқ болсын, уайым қайғы жоқ болсын, бақыт дәулет берсін бастарыңа, ғұмыр берсін жастарыңа, бәле жолақ жын шайдан жоламасын қастарыңа. Құдайым бақ берсін, бақ берсін, нақ берсін, астарыңа алтын тақ берсін. Денсаулықтарың мол болғай, дұшпандарың келіп құл болғай, тапқан табыстарың пұл болғай. Қарағым айналайын, мына Қазақстанның барлық байлығын берсін, патшаның денсаулығы мен айлығын берсін. Жортқанда, Құдайым аман барып, сау келің, жеңіл болып, ауыр келің. Жортқанда жолдарың болсын, жолдасың қыдырата болсын, қосы берген батам, бір Алланың құлағын ашып, періштелер, әумин дегей, әумин. Аңшылыққа қатысты мынадай дәстүрді біліп қойғанымыз абзал. Қазақ аңшылары тазы итті аң қағу өнеріне қатысты бірнеше топқа бөлген. Бірінші топқа қасқыр алатын тазыларды жатқызса, екінші топтағыларды шағын тазылар деп атаған. Бұл топтағы тазылар иесі келгенше алдындағы аңды алысқа жібермей діңкелетіп ұстайтын болған. Ал үшінші топқа жататын қоян, түлкі ұстайтын тазылар, бұлардың күші әлсіз, бірақ жүйрік болады. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам. Мынау сізге сұралғы алыңыз. Ал айналайын қарағым, мұна беріп атқан сауғаңның батасы. Бақытты бол балам қарағым, қара көзім мараным, алтындан болсын тарағың, күмістен болсын жарағың, қуаныш күлкің тыйылмай жарқырай берсін қабағың. Мақтаншы бола бер әке менен анаңның, тілеңе жете бер оңынан самалың. Ал айналайын қайда жүрсеңді, жортқанда жолың болсын, жолдасын қыдырата болсын, аман болып, сау келің, жеңіл болып, ауыр келіңдер, қоржындарың олжадан тола берсін. Әумин, Аллаху акбар. Қадірмен әлеумет, дана халқымызда батырдан сауға, аңшыдан сыралғы деген сөз бар. Сыралғы олжалы, қанжығасы қанданып келе жатқан аңшыдан немесе саятшыдан кездескенде сұралатын дәстүрлі, кәделі жол, әрі ырым. Осындай тарих қойнауынан орын алып, сақталып қалған дәстүрді жоғалтып алмай, салт дәстүрлерімізді ардақтай білейік ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.